Баяғы заманда бір түлкі, бір тасбақа және бір кене дос болыпты. Үшеуі жолда келе жатса, жерде бір уыс тары жатыр екен. Мына дәнді жерге егіп, көбейтіп, үшеуміз бөліп алайық, дейді. Түлкі бір жарды көріп: мен осы жарды сүйеп тұрайын, болмаса құлап кетер, деп жардың шетіне жатып алады. Тасбақа байғұс жер тырналап, кене сорлы дәндерді шашып, егіп әлекке түседі. Жиналған тары бір себет қана шығады. Біреу барып түлкіні шақырып келеді. Түлкі келе сала: бұл тарыны үшеумізге бөлуге болмайды. Үшке бөлген соң, әрқайсымызға қаншадан тиер дейсің? Одан да үшеуміз жарысайық. Кім озады, сол тарыны алады, деп үшеуі бір жерге қатарласып тұрады. Ал, кеттік! Түлкі жөней бергенде, кене түлкінің башпайына жабысып бірге кетеді. Түлкі өліп өшіп, барынша жүгіріп келіп шаршап отыра бергенде, кене: Әй түлкі, мені басып өлтіресің бе? Ой, сен қашан келдің? Сен бағана, ал кеттік дегенде-ақ мен келіп қалғанмын, дейді кене. Екеуі дауласып жатқанда, аузы мұрны жырылған болып тасбақа келеді. Келе сала: ойбай, түлкі, мен бір пәле көріп келдім. Жаңа сендердің артыңнан екі қара кер аты бар, қара бүркіті бар. Және екі тазысы бар екі адам келіп, жаңағы қасыңдағы түлкі жолдасыңды тауып бер деп, аузы мұрнымды бет қылды. Сенің осында екеніңді айтқаным жоқ, осы жаққа келе жатыр. Рас па? Иә. Айналайындар ай, мені айта көрмеңдер. Мына тарыны өздерің бөліп алыңдар. Осылайша түлкінің арамдығы алға баспай өзіне сор болыпты.